Ал сәлем әлем. Бүгін қараңыздаршы, не деген тамаша топ локациядан топ үйлердің бірін обзор жасаудамыз. Нұртас мөлтек ауданы 2018 жылы салынған 10 соттық жердермен осындай көкпеңбек ауласы. Керемет, мінекей жан жағының бәрі қоршалған, үй өздеріне арнап салынған. Мына қараңыздаршы, өте мықты сападағы полностью раушан гүлдері, көкпеңбек, голубая ел дейсіз ба, елка дейсіз ба, жан жағыңыздың бәрі декоративный талдар. Мына оң қанатымызда, то есть сол қанатымызда өте үлкен бастырма, бірнеше автокөлікке автоматтандырылған қақпа. Ал оң қанатымызда тапчан, осындай әдемі жарасымды кованый решеткамен жасап қойған. Мына лестницамызды көріп тұрсыздар, таза гранит, фундамент өте биік, үй төрде орналасқан. Мынау тапчан екеуін көріп тұрсыздар, бір қолдан шыққан осындай тамаша үйіміз обзор жасалынуда. Үйіміздің жанында еще хозпостройкаларымыз бар. Мынау гранит көріп тұрсыздар, қараңыздар, фундаменттің бәрі. Осы астында цоколіміз бар. Ал мынау бізде өте тамаша, мінекей заборларының өзі өте жоғарғы сапада жасалынған. Мына алдымызда үлкен бастырма, бірнеше автокөлікке арналған. Мінекей өздеріне арнап жасалынған өте биік капитальный забор. И және қазір артқы ауланы шетінен хозпостройкаларын көрсететін боламыз. Мынау біздің осы үйге арналған котельная, қараңыздаршы. Котельныйымыз бізде осы отдельно далада орнатылған. И және мына жерде сан торап, мінекей сыртқы сан торап. Үйімізде центральная канализация. Бұл жерде де мінекей әдемі кованый решеткалар. Ал мынау біздің тамаша финская саунамыз. Мінекей мынау предбанник, осындай керемет. И ар жағында бізде саунамыз бар, қараңыздар. Шап жаңа, мінекей дайын кіріп тұра беретін, қолдана беретін сауна. Жап жаңа, мінекей әлі почти ешкім шомылмаған. Иісі де прям мүңкіп тұр ағаштың. Осындай керемет үйіміз обзор жасалынуда. Үй іздеп жатқан достарыңызға, туыстарыңызға осы сілтемені жіберіп қойып, толық мәлімет алсаңыздар болады. Мынау үйде бізде видеонаблюдение бар. Ал мынау біздің, қараңыздаршы, керемет барбекю зона. Барлық, мінекей мангал дейсіз ба, бәрі дап-дайын. Ар жағында қазан ошағымызға дейін бар. Мінекей в круговой осындай дап-дайын үйіміз обзор жасалынуда. Ал цокольный этажды да көрсете кетейін. Негізі біздің югте бұл цокольный этаж өте үлкен плюс болып саналады. Қараңыздаршы, бұл цокольный этажымыздың да төбе биіктігі өте биік. Көп үйлерде цокольный этажды негізі потологын пәс қылып қояды. Бұл жерде мінекей потологымыз где-то 3-2 ма, 3-тен асады. Ал мынау бізде спорт зона, спорт зал шағын ғана, мінекей не төсеп қойған, ковролан. Бұл жерге сондай жаңағы тренажерный зал жасап қойып қойсаңыз, бары дап-дайын теплый пол орнатылған. Ал мына жерге бильярдный жасасаңыз болады, детская игровая жасасаңыз да болады, кинотеатр, кинозал, не істесеңіз де, мінекей көзіңізде осындай тамаша. Бұл жерде свет бәрі орналасқан. Ана жер ойламаңыздар, ол доп ойнаған балдар, сол доппен жаңағы кішкене сондай не палатка болыпты. Бұның бәрі поправимый теплый пол. Осындай тамаша үйіміз кімге бұйырар екен. Енді асықпай, давайте іштерін көрсететін боламыз. Бұл үй негізі өздеріне арнап салынған үй екені сөзсіз көрініп тұр. Неге десеңіз, қараңыздаршы, артқы ауласына дейін өте әдемі мультикамерный мінекей терезелер. Қыстың күні жылы болады, жаздың күні салқын болады. Кондиционер орнатылған, мінекей су ағарлар полностью мінекей жасалынған. Үйдің толық обзоры деп сұрап жатасыздар ғой, сол себепті досконально асықпай бәрін көрсетіп жатырмыз. Соңына дейін болыңыздар. Ең соңында мінекей үйдің толық мәліметін соңына дейін меңгеретін боласыздар. Ал енді жайлап үйдің ішіне бірге кірейік. Мына алдын қараңызшы, көкпеңбек осындай тамаша дап-дайын үй.
Бисмиллах, мына фундамент өте биік. Мына жерде де осындай кішкене не бар екен, террасамыз бар. Мынау қараңыздар, өте тамаша, капитальный есік. Ал қош келдік үйіміздің ішіне. Осындай тамаша классикалық стильді аппақ қана белоснежный особнягымыздың кіреберісі. Мына қараңыздаршы, төбе биіктіктері 320, натяжные потолки, мынау кіреберіс, встроенный шкаф, тамаша жарасымды классикалық стильді есік, гардеробный киім ілгіш. И мынау біздің өте үлкен нағыз қазекеңе арналған холл бөлмесі. Қараңыздаршы, не деген тамаша холл бөлме. Бізбен бірге соңына дейін болыңыз, қызықтың бәрі алда. Мынау оригинальный баспалдағымызды қараңыздар. Екінші қабатқа шығамыз. Қазір бірінші этажды толық обзор жасап алайық. Барлық дуалдарымыздың бәрі венецианка, мінекей көріп тұрсыздар. Леонардо, міне сол кездегі 2018 жылғы кездегі тренд ремонт. Мынау көріп тұрсыздар, бұл ешқашан модадан қалмайтын шторы бізде тамаша, велюр. Мынау бізде үлкен бархатный, то есть мынау бізде осы холл, мінекей потолок классика, кондиционер орнатылған. Мынаның бәрі мінекей көріп тұрсыздар, венецианка. Мінекей венецианка, Леонардо, осындай керемет стильный үйіміз кімге бұйырар екен. Мынау бізде мінекей өте тамаша холл, кухня, мына зал. Залымыздың өзі 9-да 6 деді. Мінекей мына жағы 9 болса, мына жағы 6. Осындай нағыз үлкен роскошный зал. Кез келген құдалығыңызды, кез келген қонағыңызды күтіп ала беретін осындай керемет бұл зал бөлмеміз. Әрбір қазағыма Аллах осындай үйлер жұғысты болсын, бұйырсын. Үй егелері Алматыға көшіп жатыр, сол себепті сатылуда. Мынау үлкендерге арналған осындай бір жатын бөлме, кең, балдарға болса да қазақша бөлме істесеңіздер де. Мінекей бұл бір жатын бөлме бірінші қабатта. Мына жерде бізде санторабымыз раздельный, не деген кең санузел, мінекей аппақ кафель, сол кездегі тренд кафельдер мінекей көріп тұрсыздар. Әлде де модадан қалмаған үлкен ванная комнатамыз, стиралка орнатылған. И және мынау бізде осындай сантораб раздельный, тоже ыңғайлы жасалынған. Енді екінші қабатты, біздің ас бөлмеміз қалып тұр мына жерде. Ас бөлме де осы отбасылыққа арналған өте кең ас бөлмемізді қараңыздар. Не деген әдемі италиялық техникалармен жабдықталынған осындай керемет үлкен мінекей отбасымен рахаттанып тамақтанатын. Бұл біздің обеденный стол болса, мынаның бәрі мінекей дайын жиһаздарымыз. Мінекей өте жоғарғы сапада жасалынған үйіміз обзор жасалынуда. Мінекей кеттік, енді екінші қабатты бірге обзор жасайық. Ал достар, кеттік екінші қабатта обзор жасайық. Қараңыздар, не деген тамаша баспалдақ, мінекей әдемі жоғарғы сапада жасалынған үйіміз. Мынау таза қарағаштан жасалынған осындай керемет баспалдағымыз. И бізде екінші этажды не күтіп тұр екен, мінекей. Өзімде бірінші рет көріп тұрмын. Мына қарасаңыздаршы, бала шаға ойнайтын тамаша үлкен холл бөлмеміз бар екен. Төбесі де көріп тұрсыздар, әдемі венецианка, Леонардо. Даже төбесіне дейін өстіп жасап қойған ғой. Бұл дегеніміз өте жоғарғы сапа. Мына жақта бізде бір жатын бөлмеміз бар екен, балдарға арналған үлкен. Мынау тағы бір жатын бөлмеміз, мінекей. Өте удобный, мінекей. Тағы бір жатын бөлме. Мынау жаңа холлымыз. И және мына жерде тағы да бір детская комната, балдарға арналған әдемі өзіне жарасымды. Қараңыздаршы, обои прям төбесін күн жасап қойған осындай керемет дизайнерлік ремонтпен, жоғарғы талғаммен жасалынған ремонт екені көрініп тұр. Мынау бізде жарасымды холлымыз. Ал мынау өте үлкен жатын бөлме. Бұл, видимо, мастер спальня. Үй егелерінің спальнясы. Осындай керемет өзінің кең ваннасымен қараңыздар. Өте тамаша. Барлық бөлмеде кондиционер орнатылған.
Қараңыздар, мынау үлкен ар жағында бізде балкон үйге көрік беріп тұрған. Ал мынау біздің 4-ші жатын бөлмеміз. Бұл да мінекей осындай тамаша, өте жап-жарық 3 бірдей терезесімен осындай бөлмеміз. Сонымен қатар қараңыздар достар, 2-ші қабатта үлкен холдан 1, 2, 3, 4, 5 бірдей жатын бөлмеміз болып тұр. Ал сонымен қатар үй іздеген достарыңыз болса, осындай үйді осы сілтемені жіберіп қойыңыздар. Барша қазағым үйлі болсын.